2 сіріңкенің арқасында аман қалған. Қарағанды облысында 2 азамат 5 күн бойы дала кезіп жүрген. Армысыздар достар. Бұны айтпас бұрын алдымен арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Қарағанды облысы Приозерск қаласының 2 тұрғыны елсіз далада 5 күн қалып қойған. Ер адамдар қала сыртындағы тастанды ғимараттарға бармақшы болыпты. Алайда жолда көліктері бұзылып қалған. Осылайша қаладан бірнеше шақырым жерге ұзап кеткен. Сөздерінше, ескі 2 сіріңкенің және тоқтаусыз іздеу жұмыстарын жүргізген құтқарушылардың арқасында аман қалған деп хабарлайды Стан-кз ақпарат агенттігі Астана арнасына сілтеме жасап. Александр мен оның досы Максим 5 күн бойы су және тамақ ішпеген. Олар тастанды ғимараттарды зерттеумен шұғылданады екен. Айтуларынша, мұнда ашылмаған құпиялар өте көп. Алайда дәл осындай шытырман оқиғаны күтпедік дейді. Жолда көліктері бұзылған соң жаяу кері қайтпақ болған. 3 күн сусыз және тамақсыз 100 шақырым жүрген. Бірақ басқа бағытта кетіп қалған. Ал Максим Александрды иесіз үйде қалдырып, өзі көмек шақыру үшін кеткен. 4-ші күні жалғыз өзім болдым. Сосын 5-ші күні де. 1 күн бойы күттім. Соңында өлемін деп ойладым. Күшім де қалмады, деді Александр. 5-ші күні Александр ескі әскери ғимараттан сіріңке тауып алған. Алайда қорапта тек 2 дана болыпты. Сіріңкемен от жағып, құтқарушыларға белгі беруді ойлаған. Ал бұл уақытта құтқарушылар Максимді телефоны таратқан белгі арқылы тапқан. Жолымыз болды. Бұталарды өртеп белгі бердім. Түтінді көріп құтқарушылар мені де тауып алды. Олар мені өлді деп ойлаған екен, деп қосты Александр. Олар берген координаттар дәл болмағандықтан іздеу қиынға түсті. Бірақ маңайда иесіз ғимараттар көп. Барлығын аралап шығу үшін күш қажет. Ер адамның от жаққаны дұрыс болды. Екеуінде де әл қалмаған. Жол бойы алғыс айтып жылады. Қуанып тағы рахмет айтты, деді Приозерск төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Мақсат Абиров. Құтқарушылар саяхатшыларға сапарға шықпас бұрын көлік пен барлық құрылғыларды тексеруге кеңес береді. Сондай-ақ сапарға аттанатыны туралы жақындарына ескерткен жөн.